Тікелей эфирде жаңалықтар. Қазақ сахнасының саңлағы аналар бейнесін сомдаудың алыбы. КСРО және Қазақстанның халық артисі Сәбира Майханованың туғанына 105 жыл. Театр анасы ғұмырының 63 жылын өнерге арнапты. Енді міне өнер иесінің құрметіне Тасбөгет кентінде еске алу кеші болды. Сырдария ауданының тумасы Сәбира Майханова 1932 жылы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының құрамына қабылданған. Шығармашылық жолы осы театрдың тарихымен өсу жолымен тығыз байланысты. Театр сахнасында сомдаған тұңғыш рөлі Бейімбет Майлиннің Майдан драмасындағы Алтынай. Бұдан кейін ол замандас құрбыларының сахналық бейнесін жасады. Театр сахнасында ана образын жан-жақты қырынан танытқан тұлғаның талантына көрермендердің берген бағасы жоғары. Ол кісіні Совет одағының халық артисі, қазақ театрының ақсақалы атанған Қалибек Қуанышбаев самородок Саралтын дейтін еді. Шынында да Асан Әләшімовтің Сәбира апай менің пірім деген үлкен мақаласы да шыққан. Негізі ол мақаласында Асекең айтады, Сәбира апай тек менің ғана емес, сол кездегі бүкіл Әуезов театрындағы жұмыс істеп жүрген барлық жасы бар, үлкені бар, кішісі бар, солардың бәрінің пірі, бәрінің анасы болды дейді. Майханованы көпке танытқан Шыңғыс Айтматовтың Ана жер ана шығармасындағы Толғанайдың рөлі екен. Алапат соғыс кезеңінде үш ұлы мен жұбайынан айырылған Толғанай жеке басының қайғысына батпай, өзінің жас келіні мен ауылдастарына қамқоршы бола білген. Зардап кешкен халық жайы, қиын қыстау кезеңдерді бастан кешкен аяулы аналар тағдыры суреттелетін осынау қойылымнан еске алу кешінде үзінді қойылды. Маңдайында 5 жұлдызы бар, сыртын боз матамен қаптаған кәдімсіз солдат Лақшынды әлсін искеймен келіп. Ал Камила Әбжанова Сәбира Майханованың көзін көрген өнер иесі. Тіпті 2 жыл сахна өнерінің қара шаңырағында қатар еңбек еткен. Өнерге енді ғана қадам басқан жасқа қолдау білдіріп, қанатын қомдаған сахна саңлағы Сәбира Камила Әбжановаға өзінің орамалында тарту етіпті. Сол қызыл орамалды әлі күнге дейін қастерлеп, бойтұмарындай сақтап келеді. Мақтанып айтатыным, шынында да осы мына орамал мінекей. Сол Сәбира апа деп жүгіріп барғанымда осы орамалды алып, менің мойныма салып, мен сияқты үлкен актриса бол деп маған батасын берген болатын. Осы орамалды жоғалтпаймын мен. Сондай ырымшылмын өзім, ырымдап жүрем. Сондай бір кейде рөл бергенде театрда рөлім шықпай жатса, я түсінбей қиналып жүрсем, орамалды тауып алып, ұлтып жатып, апа маған көмектесіңізші деп жаңағы біздің табынып, өзіміз сондай сол кісіге батаңызды бердіңіз ғой дейміз. Сол батасын арқасы шығар, Құдайға шүкір жақсымыз. Түрлі рөлді кемеріне келтіріп, қайталанбастай етіп сондаған сахна шеберінің есімі осылайша тағы бір мәрте ұрпақ жадында жаңғырды. Адылжан Бердібеков, Ахан Алиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.